Қайырлы күн, достар. Бүгін уақыт жайлы айтқым келеді. Уақыт бізге берілген тегін сый. Біз оның қадіріне бара бермейміз. Уақыт жасқа да, кәріге де, байға да, кедейге де ортақ. Алайда әрқайсымыз әртүрлі пайдаланамыз. Абайға, Ұлықбекке, тағы басқа жасампаз ғұламаларға берілген уақыт мөлшері бізге де берілген. Тек олар уақытын тиімді пайдаланған. Ал біз босқа өткізудеміз. Үнді мен түріктің сериалын көруге, біреуді ғайбаттауға, немесе әлеуметтік желілерді ақтаруға, тағы басқа пайдасыз істерге жұмсаймыз. Сонымен қатар ұрлаймыз. Мысалыға, тойға 2 сағатқа кешігіп барып, өзгенің уақытын ұрлаймыз. Емханаларда кезек күтіп күні бойы сарыламыз. Қанша жерден алдын ала жазылып барсақ та. Мен де сондай уақыттың қадірін білмейтіннің қатарында болдым. Қатемді түсіндім. Ал көбімізге кешігу қалыпты жағдай. Біреудің уақытын ұрлап жатқанымызды түсінбейміз. Мысалыға, мен жақында тіс дәрігеріне қаралып жүрдім. Арада үзіліс жасап, қайта хабарласып, сағат нешеге баратынымды сұрағанымда, ол кісі 1-2 күндікте деді. Нақты қай уақытта, сағат нешеге деп сұрап қоймағандығым үшін, ертең сағат 13:00-ге келіңіз деді. Ертеңіне 12:45-те барып күтіп отырдым. Қасымда жас келіншек отырды. Ол қыздан сағат нешеге жазылғансыз деп сұрап едім, 10-ға деп жауап берді. 12-ден асып кетті ғой, әлі отырсыз ба десем, иә, мен үлгермей қалдым, кешігіп келдім деді. Сосын мен өз уақытымда кірем деп ойлап отырғам, іштен дәрігер шықты да, ана келіншекті шақырды. Мен түсінбей қалдым, қалай уақытым келді ғой, мен кірмеймін бе десем, сіз жаңа келдіңіз ғой, мына кісіні өткізіп жіберейік деді. Мен өз уақытымда келіп тұрмын ғой, ол кісі кешігіп келді деп едім. Дәрігер ана кісіні ақтап, маған уақытты талап еткенім үшін ренжіп, кеше де уақыт деп қоймап едіңіз. Егер уақытыңыз қымбат болса, өзге дәрігерге барыңыз деп қалды. Мен ол дәрігерге баруым үшін де тағы алдын ала жазылуым керек, уақытым кетеді деп амалсыз күтіп отырдым. Алайда енді қайтып келмеспін деген шешімге келдім. Келіншек жұмысын бітіріп шықты, алайда маған ештеңе деп айтпады. Енді өзінің уақытын, 3 сағат уақытын жұмсады, менің уақытымды ұрлады. Кешірім сұрау керек еді ғой, алайда үндемеді. Ол тіпті менің уақытымды ұрлағанын да түсінген жоқ. Көбімізге кешігу қалыпты жағдай. Біз біреудің уақытын ұрлап жатқанымызды түсінбейміз. Көбіне уақыттың қадіріне бармайтын таныстарымыз бен туысқандарымыз. Олар өзімнің туысқаным ғой, жұмысымды бітіріп береді деп нақты белгіленген уақытқа келмейді. Бұрындары барымташылар батырға теңестірілгені сияқты, бүгінде бір-біріміздің уақытымызды ұрлағанымызды түсінбейміз, сезінбейміз. Бізге уақыттың қадіріне жету үшін де уақыт керек. Өзгенің де, өзіміздің де уақытымызды ұрламайық. Өйткені ғұмырымыздың ұзақтығы ұзақ жылдар өмір сүруімізбен емес, аз болса да уақытымызды тиімді пайдаланып, дұрыс істерге жұмсауымызбен өлшенеді. Сіз не деп ойлайсыз? Уақытыңызды қалай үнемдейсіз? Ол туралы комментарийге қалдырыңыз.